Әр округтен сайланған депутат халықтан түскен өтінішін орындау мақсатында сол мәселенің жан-жақты негіздемесін дайындап, билік басына жеткізе білсе, ол жұмыс атқарылады. Кезекпен шешілетін кейбір мәселелер болуы мүмкін. Ондай жағдайда кезек күттірмейтін проблемалар алға шығарылатыны анық. Армысыздар, эфирде өкілді орган тынысынан ақпар беретін мәслихат хабары. Ескерткіштерді қорғау мәселесіне аудан, ауыл әкімдіктері қолдау танытуы тиіс. Әзірге бұл жұмыстарға ықтиярлықпен қарап, тарихи мәдени мұраны қорғауда үлгі болып отырған аудан Қазалы. Бұл туралы облыстық мәслихаттың тұрақты комиссия отырысында айтылды. Аймақта 517 тарихи мәдени ескерткіш мемлекет қорғауына алынған. Оларға қорғау тақталары қойылып, төлқұжаттары рәсімделді. Соңғы 5 жыл көлемінде бұл саладағы тірлік жүйеленіп ретке келтірілді. Десек те ескерткіштердің қорғау аймағын белгілеу жұмыстары көңіл көншітпей отыр. 500-ден астам тарихи мәдени нысанның бүгінде тек 45-інің ғана қорғау аумағы анықталған. Бұл ретте аудан тарапынан қаржы бөлу мәселесі өз деңгейінде емес, деді сала басшысы Мира Әбуова. Осы жылы біз ескерткіштердің заңға сәйкес жұмыс жасауын бір ретке келтіріп алдық. Облыс аумағындағы жаңадан салынатын ескерткіштер мемлекеттік өнердің, монументтік өнердің жаңа құрылыстарын орнату жөніндегі мемлекеттік комиссияның шешімі негізінде орнатылады. Олар осы ретте олардың бірінші кезекте қаржысы шешілу керек, жер телімі белгілену керек, жер шешімі болу керек. Содан кейін барып қана ол комиссияға ұсынылады. Бұл бағыттағы ұстанымдар депутаттардың қолдауымен сессия қарауына жіберілді. Тұрақты комиссия отырысында қаралған келесі мәселе сыбайлас жемқорлықты болдырмау бағытында атқарылып жатқан жұмыстар барысы туралы. Мемлекеттік қызмет істері департаментінің басшысы саладағы тегеурінді тірлікті тілге тиек етті. Былтыр департамент сыбайлас жемқорлық тәуекелдері бойынша 14 мекемеге сыртқы талдау жүргізген. Соның негізінде 60 ұсыным беріліп, оның 96-7% бүгінде орындалып отыр. Сала басшысы Open Space форматы бойынша кездескен кедергілерді депутаттар назарына ұсынды. Осы және өзге де мәселелер облыстық мәслихаттың кезекті 29-шы сессиясында қаралады. Қазір Open Space принципі жұмыс жасауда мемлекеттік органдардың ашықтығын қамтамасыз ету мақсатында. Өкінішке орай біздегі мемлекеттік органдардың, әсіресе ауыл әкімдерінің ғимараттары бұл принципке көне бермейді. Өйткені біріншіден ескі, көне және құлау қаупінде тұрғандар бар. Сондықтан менің ойымша осы Қызылорда облысында арнайы типтік жоба жасалып, сосын ауыл әкімдіктерінің ғимаратын бір жүйеге келтіру. Оны бір мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің аясында, немесе кәсіпкерлердің арасында, немесе сол ел азаматтарының бюджеттің қатысуымен де бәлкім қарастыру варианттарын біз ұсындық. Жалпы депутаттар тарапынан қолдау тапты. Аймағымыз әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері бойынша көшбасшы облыстар қатарында. Әсіресе өңдеу өнеркәсібі, тұрғын үй құрылысы, инвестиция тарту бағытындағы табысты тірлік өңір мерейін өсіріп тұр. Облыстық мәслихаттың кезекті 29-шы сессиясында аймақ басшысы атқарылып жатқан ауқымды жұмыстар мен алдағы міндеттерге тоқталды. Сессия отырысында мұнан бөлек депутаттар 12 мәселе бойынша шешім қабылдады. Аймақта әлеуметтік төлемнің жаңа форматы бойынша атқарылып жатқан жұмыс қарқында. Арнайы 2019-2021 жылдарға арналған өңірлік әлеуметтік жол картасы қабылданды. Онда әлеуметтік қолдау, мектеп жасындағы балалардың қоғамдық көліктерде жеңілдікпен жүруіне, ыстық тамақ, киім-кешек, дәрі-дәрмек және тұрғын үймен қамтылуына мүмкіндік беру, балабақшамен қамтылуын субсидиялау тетіктері қарастырылған. Жол картасын іске асыру үшін 2 миллиард теңге қаржы бөлу көзделіп отыр. Біздің аймақ республикада әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіші бойынша көшбасшы облыс қатарынан көрінді. Өңір үшін маңызы зор жобаларды жүзеге асыруды онан әрі жалғастырамыз, деді облыс әкімі. Әсіресе экономикаға инвестициялар тарту, құрылыс жұмыстарының және тұрғын үйлерді пайдалануға беру көлемі бойынша республикадан жоғары өсім қалыптасты. Мысалға, тек өңдеуші сектордың өзінде оң динамика бірнеше жылдар бойы сақталып келеді. Нәтижесінде ағымдағы жылдың бірінші тоқсанында 13 жылдың деңгейіне қарағанда бұл саладағы өсім 7% құрады. Бұл республика бойынша бұл көрсеткіш 16%.
Сессия отырысында тарихи мәдени мұраларды пайдалану мен қорғаудың жай-күйі және оны жақсарту шаралары қаралды. Айта кетейік, аталмыш мәселе бойынша мәслихатта уақытша комиссия құрылған болатын. Оның төрағасы Наурызбай Байқадамов ескерткіштерді қорғаудағы ескеретін жайттар туралы нақты ұсынымдарын жеткізді. Мемлекет қорғауындағы ескерткіштер аумағына бейіт орналастыру, жер телімдерін бөлу, өзге де құрылыс жұмыстарын жүргізуді тоқтату қажет деді мәслихат хатшысы. Жекеменшік иелеріне қорғау міндеттемелері рәсімделсе де, бұл ғимараттарды күтіп ұстауға байланысты заңдылықтар сақталмағандықтары кездесті. Егер де осындай тарихи мемлекет қорғауға алған ескерткіш болатын болса, оны жекеменшікке берілсе, ол өзінің мойнына міндеттеме алады. Сол міндетті сақтау керек. Ол зданияны бұзуға, басқа қосымша құрылыстар салуға болмайды. Осы мәселе есімізде болу керек. Сонымен қатар сессия отырысында сыбайлас жемқорлықтың алдын алу, қоғамдық кеңес құрамын қайта бекіту, мемлекеттік жекешелік әріптестік жобаларының тізбесін бекіту туралы мәселелер қаралды. Маусымның 9-ында өтетін кезектен тыс президент сайлауында облыс бойынша 9 аумақтық 366 учаскелік сайлау комиссиясы қызмет атқарады. Қалалық мәслихаттың кезектен тыс 40-шы сессиясында барлық деңгейдегі сайлау комиссияларын сайлау туралы қалалық мәслихат шешіміне өзгерістер енгізу мәселесі қаралды. Айта кетейік, облыс орталығында 113 сайлау учаскесі бар, оның 22-сі жабық мекеме. Бүгінде барлық сайлау учаскесі кезектен тыс президент сайлауын өткізуге дайындық жұмыстарын жүргізуде. Халық қалаулылары учаскелік сайлау комиссияларының құрамын бекіту туралы шешім жобасын мақұлдап, дауыс берді. Сессия отырысында қалалық сайлау комиссиясының төрағасына депутаттар тарапынан сұрақтар қойылып, әзірліктер қайта пысықталды. Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы Қазақстан Республикасының Конституция заңына және сәйкес Қызылорда қалалық мәслихатының 2019 жылы 11 қаңтардағы номер 210-35-1 шешіммен барлық деңгейдегі сайлау комиссиясы сайланған болатын. Қазіргі таңда Қызылорда қаласында орналасқан номер 173, 184, 188, 189, 205, 211, 215, 225, 222, 263, 345 сайлау учаскелік сайлау комиссияларының кейбір мүшелерінің қызмет ауыстыруына байланысты комиссия құрамынан шығаруға қолдау білдіруді сұраймын. Депутат мінбері Айдарының бүгінгі қонағы 23-ші Тасбөгет сайлау округінен сайланған облыстық мәслихат депутаты Нұрымбетов Жорабек Ибрагимұлы. Жорабек Ибрагимұлы, студиямызға қош келдіңіз. Нағыз байлық қанағатпен еңбекте дейді айтқан екен халық ағартушысы ақын Ыбырай Алтынсарин. Расында еңбексіз береке де, бірлік те, ешқандай өмірдің мәні болмайтын айқын. Сізде осы еңбектің жемісін татып, абырой биігінен көрініп жүрген тұлғалардың бірісіз. Осы өнегелі еңбек жолыңыздың қалай басталған жөнінде ең алғашқы сұрақты осылай қойсам деймін сізге. Рахмет. Енді еңбексіз бақытта, бірлікте барлық жақсылықта келмейді деп есептеймін. Өз қазақта ұяда не көрсең, ұшқанда соның несін деген сөз бар. Сондықтан біз ата-аналарымыздың, анамыздың ақсүйекпен, атамыздың ақылымен, өз өнегелі семьядамен дүниеге келдім. Біз енді елде дүниеге келгеннен кейін, ол кездерде енді кеңес үкіметінің кезде белгілі елде тіршіліктің өте көп болатыны, әсіресе бұндай заман емес, суды тасу, отын, шөп шабу, мал бағу деген мәселелер көп. Сондықтан жастайымыздан біз еңбекке араластық. Жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін бірден облыстық су шаруашылығы мекемесіне келіп, алдыңғы сол әке-шешесінің берген тәрбиесі, еңбектің жемісі, бірден еңбекке араласып кеттік. Ол кездегі мына ұстаздарымызда осы сыр еліне белгілі үлкен су шаруашылығының қайраткері Сабыр Шаймерденович деген ағамыздың қарамағына келдік. Солдан қызметті бастап, солардан алған үлкен тәжірибемізді бүгін таңға
елге халыққа қызмет жасап жатырмыз. Осы адал еңбекпен бәріне қарап тұрсақ, осы халықтың қазір мынау үлкен мінберлерде жүруіңіздің, депутат мандатын иемденуіңіздің өзі осы беделмен, осы абыроймен келген бір еңбек секілді. Сіз енді халық қалаулысы ретінде, облыстық мәслихаттың 6-шы сайланған депутат ретінде 3 жылға жуық қызмет етіп келесіз. Осы сайлау алды бағдарламаңыз бар. Соның орындалуы қазір қандай нақты мәселелер шешімін тапты? Өте дұрыс айтасыз. Қай депутат болсын, әкім болсын, елге қызмет етемін деп келгеннен кейін сол елдің абырой беделіне бөленуді өзінің бірінші мақсат деп қояды. Біз сайлау алдында, мен осыған дейін өздеріңізге белгілі, 2 шақырымда қалалық мәслихат депутаты, 6 шақырымда облыс мәслихат депутаты болып сайланып отырмын. Бірінші мәселе сол халықтың таза ауыз сумен 100% қамтамасыз етілу мәселесі. Өйткені мен өзім су болғандықтан суға жақын. Екінші мәселе инфрақұрылым дейді, жол мәселесі болған. Одан енді ары қарай мынау әлеуметтік жағдай мәселесі. Енді бүгінгі таңға мен осы үлкен трибунада аймақ басшысына рахметімді айта отырып, өйткені ол кісі біз сол елден сайланған сайлаушы ретінде біздің өтініштерімізді дұрыс қабылдап, осы қанша дегенмен мынау экономикамыз дамыған сайын қаржының жетпейтіні белгілі. Сол қаржының жетпейтініне қарамастан 2017-2018 жылы Тасбөген кентіне 980 миллион қаржы бөлініп, 16 көшені бүгінгі талапқа сай асфальттау, жарықтандыру жұмысына қаржы бөлінді. Соның арқасында 2 жылдың ішінде 16 көше толық асфальттандырып бітті. Енді екінші үлкен бір мәселе, жаңа айттым, ауыз су 100% қамтамасыз етілді Тасбөгенде. Ауыз бүгінгі ең таза, химиялық жағынан өте таза сумен қамтамасыз етілді. Қызылжарма жерасты су арқылы. Енді үшінші әлеуметтік мәселе бойынша бізде енді білесіздер, Тасбөген кенті халқы қазіргі таңда 23 мыңдай халық бар. Енді өте шоғырланған. Соған байланысты арадан болғандықтан кеңес үкіметінің кезінде инженерлік құрылымының дұрыс өз саласында жүрмегеннің салдары, кейіннен кеңес үкіметке кеткеннен кейін экономиканың төмендеуіне байланысты мынау авариялық үйлер көп болатын. Сол авариялық үйді былтырғы жылы 150 тұрғын мынау жаңа пәтермен қамтамасыз етілді. Оның өзі үлкен жұмыс деп есептеймін. Қазсушар республикалық мемлекеттік кәсіпорын облыстық филиалының Қызылорда сушар өндірістік учаскесінің басшысы қызметінде қандай жоспарлар бар салада? Қандай жаңалықтар бар? Осыған тоқталып өтсеңіз. Үлкен бұл су шаруашылығы үлкен сала. Өйткені біздің облыс 98% сол суармалы егіске орналасқан. Біріншіден, екіншіден біздің мынау байлығымызда сол ауыл шаруашылығына байланысты. Енді қазір өздеріңізге белгілі мұнай күннен күнге азайып, газымыз азайып, жер асты байлықтар азайып кетіп бара жатыр. Соған байланысты енді біз ауыл шаруашылығына өте көп көңіл бөліп жатырмыз. Кеңес үкіметінің кезінде білесіздер, тоқырау заманында біраз су шаруашылығының нысандары қалыптан шығып, ол сол өте қиын жағдайда қалған. Енді кейінгі кездерде біз тәуелсіздік алғаннан бастап, ол тәуелсіздік күндегі 2004-2005 жылдан бастап су шаруашылығына өте көп көңіл бөлініп жатыр. Қазір бүгінгі таңда су шаруашылығының жағдайы қанағаттанарлық деп айтуға болады. Енді қазіргі кезде облыс бойынша су шаруашылығындағы ең үлкен бір атқарылған жұмыс мен айтар едім. Оңтүстік аудандардағы жаздың күні судың аз кездерінде су тапшылығы болады. Соған байланысты мынау үрмелі су тоспасының салынуы ол үлкен бір жұмыс деп айтуға болады. Енді одан да басқа біздің 4 ауданды қамтамасыз етіп отырған мынау сол жаға магистраль каналы бар. Солардың да 50 жылдан бері су тоспалары басқалары жаңғыртудан өтпеген. Соның бірінші, екінші этапынан қазір сол су тоспаларын жаңғыртудан өтіп жатқандары да үлкен жұмыс. Бүгінгі таңда мысалы мынау сол инженер жүйені қалпына келтіру мәселесі бойынша 3 бағдарлама, 3
фазасы бар. Соның бірінші фаза бойынша 15,1 гектар жерге Жалағаш ауданында жұмыс жасалып жатыр. Үшінші фаза бойынша қазір соның инженер жүйеге келтірген жерлердің ішкі су жүйелері мен қашықтылары, су тоспаларының түгелдеу, солардың құжаттарын дайындап, оны республикалық меншікке өткізу мәселесі, ол жұмыс жасалып жатыр. Үшінші, мынау Азия даму банкі арқылы 29.000 гектар жердің инженерлік жүйедегі жүйелердің су жүйелері мен су қашықтылары және су тоспаларын түгелдеу жұмысы бұл да аяқталу сатысында. Бұған да ертең техника экономикалық негіздеме жасалып, ертең осылардың бәрі жүзеге асқан кезде біздің мынау ауыл шаруашылығының өнімдерінің үлкен өнім беруіне бірден бір кепіл деп есептеймін. Жалпы осындай проблемалардың салдарынан даму да тежеліп жатады. Сіздің ойыңызша, қазіргі күннің, қазіргі таңның проблемасы, ең басты өзекті мәселесі қандай? Әлеуметтік болсын, басқа да экономикалық болсын. Енді біздің қоғамның бір мүшесі бізбен сіз. Сондықтан әр қоғамның мүшесі өзінің ойы, пікірі дұрыс, жүрегі таза болған жағдайда қоғамымызда сондай таза болады деп есептеймін. Енді қазіргі қоғамымызда кері жағынан жасалып жатқанда тірліктер бар. Енді мынау мысалы кейбір діни ағымдардың түрлі жаққа ауытқып кетуі бар. Сосын енді бізде жасыратын жоқ, әлде енжарлық пен жалқаулық мәселесі бар. Енді сондықтан біз енді бүгін таңда қоғамды жақсы арға сүйреп кету үшін бізге бірінші мәселе бүгінгі ынтымақ пен бірлік керек. Сосын енді біз бүгінгі осы халыққа қызмет ететіндей патриоттық, парасатты, ақылды мынау бүгінгі осы біздің үлкен еңбекпен келген тәуелсіздігімізді, елдің тәуелсіздігін сақтап қалатындай жастарды дайындауымыз керек деп есептеймін. Жөн айтып тұрсыз. Жорабек Ибрагимұлы, жалпы әрбір адамның өмірде өзінің өмірлік ұстанымы болады. Сол ұстаным арқылы ілгері басып, алдына жоспар құрып, өз қызметін атқарады. Сіз енді халық алдында жүрген елеулі тұлғалардың бірісіз ғой. Өзіңіз осы басқа кейінгілерге, жастарға өнеге болсын, өмірлік ұстанымыңыз қандай, бағдарыңыз? Енді менің ең бірінші өмірлік ұстаным таза, адал халыққа қызмет ету. Біз енді халық Алланың аты дейді ғой қазақта, сондықтан сондай таза халыққа адал қызмет етсе, барлық уақытта елді ерді шығаратын халық. Сондықтан менің өзім барлықта ұстанымым сол таза елге қызмет ету. Оның үстінде енді ол қызмет ету үшін адамда білім керек, еңбек керек. Сосын өзінің былай қазақша айтқанда жүріс-тұрысы дұрыс болу керек деп есептеймін. Сондықтан мен бүгінгі ұстаным сол адал, таза қызмет ету. Әдетте біз хабарымызға келіп сұхбат берген депутаттарға қоятын сауалымыз бар. Өзіңіздің сүйікті ісіңіз, хоббиіңіз қандай? Енді біз жастау кезімізде спорты бар, басқасы бар, сонымен айналысқан шығармыз. Енді қазіргі жаста менің ең хоббиім, сүйікті тірлігім мынау осы бүгінгі дейін жинаған тәжірибемді, еңбегімді осы немерелерге жеткізу. Сондықтан қол бос кезде сол немерелерге ақыл, оқуын, еңбекке баулу, осы жақсы тірліктің бәрін солардың санасына құю. Сондықтан көбінесе мен сол немерелермен айналысамын. Жорабек Ибрагимұлы, студиямызға келіп осылай келелі сұхбат бергеніңізге алғыс айтамыз. Ердің атын еңбек шығарады дейді дана халқымыз. Еңбегіңіз еселене түссін, халық алдындағы мерейіңіз үстем болсын. Өмірдің бүкіл мәні істе, сөзден іске көше білуде деген дана халқымыз. Осы пайымды пікір бүгінгі мәслихаттың түйіні болсын. Халықтың депутатқа, депутаттың мәселені шешуге деген ынта ықыласы зор болсын. Амандықта жүздескенше.